Кеш жарық, құрметті Алтын Орда тобы. Және соның таралымындағы басқа топтарда. Менің сіздерге бүгінгі айтайын деген нәрсем бұл Құран туралы. Екінің бірі айтады, Құран ол бүкіл адамзатқа берілген деген әңгімені. Біреулер айтады, Құран тек исламға берілген. Тағысын тағыдай. Негізі адам деген өзі бір қауым. Қазір бөлініп кеткен. Жалпы Алла тағала нені түсірсе де бүкіл адамзатқа түсіреді. Бір қауым ретінде. Қазақ оны адамның күні адаммен дейді. Мысалы үшін машина болсын, қарапайым. Оны бір адам тауыпқан жоқ ойлап. Ең бірінші дөңгелегін ойлап тапты. Онан кейін тағысын тағы. Былайша айтқанда ұжымдық санаменен адам баласы жетіледі. Және сол санаменен топтасқан адамдар ғана бұл дүниеден дұрыс өтеді, о дүниеге дұрыс жетеді. Құранның ішінде әркім өзіне керегін алады. Тіптен мына композитор музыканттардың өздері, мысалы үшін, Құранның үнінен ақпарат ала алады, егер керек болатын болса. Құранның әр сөзі бір жағынан цифровой информация әкеліп жатса, екінші жағынан даналықты әкеледі, үшінші жағынан наукаға неше түрлі білімдер беріледі. Бірақ та ол Алладан түскен жаңағы даналықты жеке бір адам ғана өзі меңгеріп кете алмайды. Өйткені ол жерде көптеген информация, ақпараттардың барлығы тажалдан да жасырылған. Соңғы жерде жаңағындай санасыз адамдардан жасырылған. Оны таңдаулы өзінің құлдары ғана шешіп отырады, керегін шалып отырады. Сондықтан да ешқандай таң қалмаңыздар. Бір адамның, ол мейлі Мұхаммед болсын, мейлі Иса болсын, тіптен кім болса да, бұған санасы да, өзінің қуаты да, өзінің жаңағындай памяті да жетпейді. Алланың білімі шексіз, адамның білімі шектеулі. Сондықтан да, құрметті достар, Құран әрқашанда келер ұрпақтарға да адамзаттың соңына шейін, тіптен одан өтіп ақыретке шейін адам баласына берілген азық. Одан әркім өз таңдауын алып жейді. Үлкен жайылған дастархан болса, соның ішінде әркім өз алдындағысını ғана жеуге көреді. Ал үлкен дастарханнан миллиондаған халық өзінің несібесін алып жейді. Құран да сол секілді. Сондықтан дағы мен сіздерге қазір бір ақпарат салайын деп отырмын. Оны маған жаңа кім звондаған, Амангелді әулиета. Осындай Абаджия деген білімді білесіздер ме деп. Енді ол арабтың сөзін мен көп біле қоймаймын ғой. Жаңа интернетті ашып қарасам, ол әрине мәлім дүние. Қазіргі уақытта сол бір цифрының ұғымын оқып қойып, бүкіл Құранды цифрмен айтам дейтіндер бар. Не болмайтын болса, тағысын тағы да сондай ғұламалар көп шығады. Оның барлығы негізі жалпы алғанда жеке таңдаулы адамдарға берген информация болса, соны көпшілікке арнап адамның тілімен, егерде мал қарнасаңыз малдың тіліменен, құс қарнасаңыз құстың тіліменен жеткізу керек. Ал адамның тілі болғаннан кейін, ол жаңағы сол информацияларды оқи алатын адам оқып, ішіндегі информациясын адамзатқа адамның тілімен жеткізіп отыру керек. Міне сондықтан дағы әр жер бетіне келген адамның өзінің жеке миссиясы бар. Ал мысалы үшін елшінің, жаңағы мысалы үшін жәрдемші ағалар, Марат ағаларының, Рахым ағаларының, болмайтын болса тағы осында отырған көптеген адамдардың өзінің жеке несі бар, парасаты бар, өзінің информациясы бар. Сондықтан дағы бұл жерде жалпы мысалы үшін менің елшілік міндетім ол екі діннің басын қосу. Ол үшін осындай ақпараттардың бәрін сіздерге жіктеп түсіндіріп беруім. Ендігі жерде бұл жөнінде ешқандай дауып туып, ой, ол тек қана цифр екен, ой, ол ғана мынау екен дегеннің барлығы даурыққа бос сөз. Өйтіп көсемсімеу керек ешкім. Әркім өзіне керегін алдың, таптың ба, жақсы. Түсіндің ба, тіпті жақсы. Оны елге жеткізсең құба құп. Міне осындай нәрселер. Сондықтан дағы
Құранның ішінен қайталап айтамын, барлық адамзат, оның ішінде барлық өнер, ғылым, барлығы да өзіне керекті ақпаратын алады. Сондықтан дағы Құран құдіретті. Сондықтан дағы Алланың барлық кітаптарында жатқан информациялар бар. Әрине, осы уақытқа шейін оның бәрі неге ашылмады? Адамдар адаспайтын еді ғой деген әңгіме тууы мүмкін. Жоқ. Әр ақпарат өзінің адамзаттың кемелденген, жоғары сатыға көтерілген уақытында беріліп отырады. Мысалы үшін бірінші класстың баласына высший математиканы или сопроматты үйрете алмайсыздар ғой. Сол секілді. Сондықтан да қазіргі уақытта адам өзінің деңгейіндегі информацияны ғана алады. Мысалы үшін жаңағы цифровой экономика қойып жатырмыз дейміз, мысалы үшін. Көрдіңіздер ме? Осының барлығы адамзатқа берілген жаңағы, мен сіздерге қайталап айтамын, мына мысалы үшін сакральный геометрия деген бар. Ол барлық заттың өлшемі, мысалы үшін. Химияның да сондай жолы бар. Барлық заттың ішкі реакциялық құрамдарын білу. Физиканың заңы бар. Оның барлығының өзінің адамдары бар, өздерінің соған бейімделген білімдері бар. Сондықтан да ешнеге таң қалмаңыздар. Бірақ барлық ақпаратты жоққа шығармай, соның барлығын бір түйінге ғана келтіресіздер. Құран деген сөзбенен жаңағының бәрі қамтылады. Сол сиқылды сенім деген сөзде жаңағы барлық діндердің сенімі бірақ сенім. Барлық діндердің өзегі бірақ өзен. Бірақ оны Алла тағала шай қасықпен әрқайсысына бөліп бергендіктен әркім өз шай қасығының ғана тамақ ішіп жүр. Ол үлкен қазан ет негізі. Осы ақпаратты мен сіздерге қазір салам, көріңіздер, талқылаңыздар. Оны бәріңіз меңгеріп кетеді деп айта алмаймын. Бірақ та меңгерген адамды тыңдаңыздар, оны ұстаз ретінде. Ол сіздерге соның бәрін жеткізуге міндетті. Тегін алған нәрсені әркім тегін беру керек. Енді олар көбінесе бір ғылымның шетін ұстап алса, оны саудаға салып, содан бір пайда тапқылары келеді. Негізінде адамзаттың басты пайдасы ол жаңағы өзінің қандас, жандас, сүйектес адамдарын, адамзатты барлығын дұрыс жолға салу. Ал оның өтемін барлығын Алла өзі есептеседі сіздерменен. Міне осындай жағдай. Қазіргі уақытта бәрін тек пайдаға, бәрін тек ақшаға нетуге болмайды. Әрине, ақша құнды болады, егер де барлық дүние сатылатын болса. Бірақ дүниенің бәрі сатылмайды. Ар, намыс, сана дегендер олар сатылмайды. Оның құны жоқ. Түсіндіңіздер ме? Құны жоқ болғанда оның құнын ешкім жете алмайды. Сондықтан дағы дүниенің барлығын заманауи байлыққа, заманауи жаңағындай жинап бергенге салмады. Ең басты байлық денсаушылық. Одан кейін адамзатқа берілген білім. Осының бәрін парасаттарыңызға салып, түсінулеріңізге тырысыңыздар. Біздің группаға сондай білімді, саналы, жаңағы дарынды адамдар болса, көптеп шақырыңыздар. Бұл Алтын Орда деген сокровищница. Бұл адамзаттың білімінің қазынасына түбінде айналу керек. Керегі әліміз жеткенінше әрине. Сондықтан дағы достар, іске сәт, оразаларыңыз, құлшылықтарыңыз қабыл болсын. Негізінде ынталанып отырыңыздар. 2-3 күннен бері кішкене саябырсып қалдыңыздар. Бірақ енді ол әркімнің өз жұмысы бар деген сейін. Алла айтады ғой, күндіз жұмыстарыңды істеңдер, несібелеріңді теріп жеңдер. Бос қол уақыттарыңда, қолдарың бос уақытты босқа өткізбеңіздер. Уақытта өлшеулі және шектеулі. Жақсы достар, сау саламатта болыңыздар. Мен сіздерге тек қана жақсылық тілеймін.